Театр сахналық өмір көріністерін драмалық әрекет арқылы актерлардың күшімен бейнелейтін өнердің бір түрі. Басқа өнер түрлері секілді де театр өнері де ой сананың шарықтау шегімен адами дүниетанымның жемісі болып табылады. Бүгін біздің репортажға арнайы шақырылған қонағымызда театр әртісі, осы бір киелі өнердің ортасында жүрген Айғазинова Динара Зейнолловна туралы болмақ. Динара Зейнолловна 2004 жылы Тәттімбет атындағы өнер колледжін драма театры әртісі мамандығы бойынша тәмамдаған. 2011 жылы Қырғыз Республикасындағы Бүбісара Бишеналиева атындағы өнер академиясында білімін одан әрі қарай жалғастырған. Динара Зейнолловна мәдениет саласының үздігі, жылдың эпизодтық рөлі, Кеңес Жұмабеков атындағы арнайы жүлденің иегері және де көптеген байқаулар мен фестивальдардың жүлдегері. Еңбек жолын Сәкен Сейфуллин атындағы Қарағанды облыстық академиялық қазақ драма театрында осыдан 20 жыл бұрын бастаған екен. Сол уақыттан бері театр сахнасында Дулат Исабеков, Әзілхан Нұршайықов, Шыңғыс Айтматов, Антон Чехов сынды классиктердің шығармаларындағы Ажар, Нәзила, Нигора, Алма, Мәлике Ханша, Меңтай, Изольда сынды кейіпкерлерді сомдаған. Театр сахнасында жүріп, Түркия, Сербия, Румыния, Белоруссия елдерінде гастрольдік сапармен фестивальдерге қатысып, қазақ өнерін паш етіп жүр. Біздің бүгінгі кейіпкеріміз де Қарағанды облысының өшпес есімдерінің біріне айналарына сенеміз және кейіпкерімізге творчестволық табыстар тілейміз.